Сәлем достар, бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы сіңе тағамының рецептісімен бөлісемін. Каналға жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ең алдымен етімізге тұз, қара бұрыш, өз қалауларыңызша кориандр, зире қоссаңыздар болады. Басқа да дәмдеуіштермен алмастырсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қазанымызға құйрық майымызды орналастырамыз. Жұқа етіп біркелкі турап аламыз. Етімізді құйрық майдың үстіне орналастырып, үстіне туралған пиязымызды салып, 2-3 сарымсақ қоссаңыздар да болады. Жоғары отта 10 минуттай қуырып аламыз. Құйрық майдың қатты қуырылған дауысы естіліп бастаған соң қазанымыздың астын баяулатып 40 минутқа қалдырамыз. Кейін қазанымызды бір араластырып аламыз. Етіміздің өзінің суы шығады. Сол суына тағы да 1,5 сағаттай пісіретін боламыз. Етіміз піскенше картоп пен сәбізімізді пісіріп аламыз. Картоп сәбізімізге тұз, қара бұрыш, қызыл тәтті бұрыш барлығын салып араластырамыз. Сұйық майды да қосуды ұмытпаңыздар. Алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста 30-40 минут қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Картоптарымызды қазанға етімізге салып пісіруге де болады. Егер картоптарыңыз дәмді, ерекше, езілмей піссін десеңіздер, осылай духовкада пісіріп алыңыздар. Картоптарымыздың беті қызарған соң астын бір араластырамыз. Картопымыз дайын болғанға дейін гүлханым дайындаймыз. Жылы су, тұз, жұмыртқа салып қамыр илейміз. Қамырды 15 минутқа тындырып аламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына картоп, пияз, сәбіз қостым. Өз қалауларыңызша салмасына әртүрлі көкөністер қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш салдым. Қамырымызды жайып, дәл осылай май жағып алып, кесіп, арасына салмасын салып, орап 45 минутқа мантаваркаға пісіріп аламыз. Етіміз 2 сағаттай пісіп шықты. Өзінің суында былбырап жұмсақ болып пісті. Етімізді теріп алып, оның үстіне картошкамызды салып, 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минуттан кейін табағымызға жайғастырып, ортамызға етін салып, гүлханымызды салып, осылай ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Маған тіркеліп, каналыма қолдау білдірсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.